Лазджан немесе лаза дайындау үшін ең бірінші бізге ащы қызыл бұрыш қажет, және ұнтақталған қызыл бұрышты екеуін салып, үстіне кішкене ғана шым тұзды саламын да үстіне ыстық суды құямын. Барлығын бірге араластырамын. Алдағы неше түрлі рецепттерімді жіберіп алмас үшін каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып қоюды ұмытпаңыздар. 2-3 дана сарымсақты, яғни чеснокты алып, осылай үккіштен жақсылап үгітіп аламыз, немесе пышақтың көмегімен жай ғана майдалап турасаңыздар да болады. Алты пайызды уксустан кішкентай қасықпен жарты қасық салып араластырамын. Содан кейін қатты отта қыздырылған күнбағыс майын тез-тез құйып, тез-тез араластырып жіберемін. Осымен біздің лазджанымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады, және де ащы болып шығады. Бұл приправаның ащысын емес, тәттісін де қолданып көрсеңіздер болады. Осымен біздің лазджан дайын болды. Сіздермен болған Гүлназ. Келесі видеода кездескенше.